Фазилет ханым және оның қыздары телесериалындағы Оғыз Егемен, яғни актер Чағлар Ертұғырыл, сериалдағы басты рөлді сомдаушы актриса қыздар Хазам мен Ejeni өмірде де өзіне ғашық еткені рас па? Чағлар Ертұғырыл қайсы актриса қыздың сезімін қабыл алды және қазіргі сүйіктісі кім? Сонымен қатар Хазам мен Ejeni'нің рөлін сомдаушы актрисалардың жеке өмірлері туралы осы видеомда айтатын боламын. Чағлар Ертұғырыл түрік актері, спортшы және модель. Ол тек 25 жасында фильмдерге түсе бастағанына қарамастан, өзін Түркияның ең үздік әртісі ретінде танытып үлгерді. Ертұғырыл 1987 жылы Измир қаласының жанында орналасқан Каршияка ауылында дүниеге келген. Оның ата-анасының мамандығы актерлік қызметпен байланысты емес еді. Анасы тіс дәрігері, ал әкесі болса инженер болып жұмыс істеген. Отбасында Чағлар Ертұғырыл екінші бала болды. Өзінен үлкен әпкесі Пынар бауырдың дүниеге келуін қатты күткен еді. Сол себепті бауырлар бала кезінен ажырамас және бүгінгі күнге дейін ең жақсы достар. Балалық шағы консервативті тәрбиеде өткен. Өйткені ата-аналары ұрпақтан ұрпаққа бергісі келетін дәстүрлерді қатаң ұстанатын еді. Актер сұхбаттарының бірінде тіпті әкесі кішкентай кезінен бастап оны және әпкесін өздеріне мақсат қоюға үйретіп, сол мақсаттарына қол жеткізулерін қадағалайтын болған деген. Жасөспірім кезінде Ертұғырыл шығармашылыққа ұмтыла бастады. 12 жасында актер болуды ойлай бастайды. Алайда ата-анасының Ертұғырылға деген өз жоспарлары болды. Өйткені олар ұлдарының техник болғандарын қалады. Сондықтан мектептен кейін Ертұғырыл инженер-механикке оқуға түседі. Ал әпкесі болса халықаралық қатынастар факультетін бітіріп, қазір ірі банкте жұмыс істейді. Дәл осы университет қабырғасында Ертұғырыл актерлік курстарға жазылып, Ромео мен Джульетта сахнасындағы дебюттік рөлін орындайды. Театрда ойнаған ұнағаны соншалық, осыдан кейін ол актриса Вахиде Перченнің 35 бүйчік кәсіби жеке академиясынан сабақ алады. Әртүрлі іс-шаралар үшін актер модельдік мектепке де жазылады. Онда ол көгілдір көздерімен және Голливуд күлкісімен көпшіліктің жүрегін жаулайды. Ертұғырылдың алғашқы ауқымды рөлі Таулар драмасындағы Оғыз атты сарбаздың рөлін ойнайды. Осы түсірілімнен кейін Ертұғырыл көпшілікке таныла бастайды және әлеуметтік желісінде қолдаушыларының саны да арта бастайды. Фазилет ханым және оның қыздары сериалында Ертұғырыл басты рөлде Оғыз Егеменнің рөлін сомдайды. Осы рөлі оған әлемдік танымалдылыққа келіп қана қоймай, 2018 жылы Алтын пальма марапатымен қоса тағы да 4 марапатқа ие болады. Актер өзінің жеке өмірі, сүйіктісі жайлы ашып айтпайды, жасырын ұстағанды жөн санайды. Дегенмен жанкүйерлері актерді Фазилет ханым және оның қыздары сериалынан кейін осы сериалдың дизайнері Кайла Манукянмен кешкі Стамбул көшелерінде бірге қол ұстасып жүргенін көріп, екеуінің арасында ғашықтық сезім бар, екеуі қыз-жігіт ретінде кездеседі деп топшылаған. Алайда осы Фазилет ханым және оның қыздары сериалында Ejeni'нің рөлін ойнаушы Афра Сарачоғлы Ертұғырылға 2017 жылы алғаш түсірім алаңында бір көргеннен ғашық болып қалған. Ал Ертұғырылдың Афраға деген ұнатушылық сезімі бар екендігі туралы қауесеттер де тараған еді. Актерлар түсірілім кезіндегі үзілістерде бір-бірінің жанынан бірелі кетпегені жайлы да сөз тараған еді. Кейінірек Ертұғырыл Афра екеуінің бірге түскен фотоларын әлеуметтік желіге жариялайды. Бұл жанкүйерлерінің арасында үлкен интрига туғызады. Алайда екі актер де бұл қауесетке байланысты ешқандай мәлімдеме жасамайды. Бұдан кейін Ертұғырыл мен Дениздің сериалда сүйіскен көріністеріне қарап жанкүйерлері екеуінің арасында шынайы махаббат бар екенін айтып, тіпті бұл жұптың шын өмірде үйленетін күндері де алыс емес екендерін айтқан еді. Актер өзінің бір сұхбатында егер қыз ұнап тұрса, бірінші қадам жасап танысуға ұялмайтынын айтқан және сүйіктісін кездестірген күннің өзінде де заңды неке қиюға асықпайтынын да жеткізген. Солай актердің жеке өмірі әлі де болса жұмбақ қалпында қалып отыр. Сүйіктісі бар ма жоқ па белгісіз. Ол жағын Ертұғырыл құпия ұстағанды жөн санайды екен. Актер комедиялық сериалдарда көңілді қалжыңбас болғанымен өмірде мүлдем басқаша, көпшіл емес адамдармен көп араласқанды ұнатпайды екен. Қазан шапқыраның рөлін сомдаушы актриса Денис Байсал 1991 жылы Түркияның Измир ауданындағы Каршиякта деген жерде дүниеге келеді. Және сол жерде әпкесі Гүнешпен бірге балалық шағы өтеді. Денис 5 жаста болғанда ата-анасы ажырасып кетеді. Экранда алғаш пайда болғанға дейін Денис Каршияки муниципалды театрында балалар қойылымдарында клоун болып 10 жыл өнер көрсеткен екен. 2011 жылы Денис алғаш рет экранға шығып
терең сулар және шексіз ән телехикаяларындағы рөлдерді сомдайды. 2010 жылы Денис Махаббат телехикаясындағы Караджа Йылмаз рөлін сомдағаннан кейін танымал бола бастайды. 2017-18 жылдары түсірілген Фазилет ханым және оның қызы телехикаясында басты рөлде Хасан Шамқыранның рөлін сомдады және сол үшін 2018 жылы үздік телевизиялық актриса номинациясы бойынша Түркия жастар сыйлығын иеленді. Жеке өмірі: 2016 жылы Денис Байсал Колпа рок тобының әншісі Барыш Юртчумен кездесе бастайды. 2019 жылының 6 қыркүйегінде Денис Барыш Юртчуға тұрмысқа шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.